Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз 10 жылдық, 20 жылдық, 30 жылдық, 40-50 жылдықтарға арналған ерекше көзге көрінетін әдемі төсбелгі жасауды үйренетін боламыз. Ол үшін ең алдымен менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар: ақ түсті лента, серебристый золотистый түсті фоамиран, жылтырақ, қара түсті фетр және түйреуіш қайшы ручка қажет болады. Ең бірінші серебристый түсті фоамиранымызды аламыз. Жылтырақ болу себебі көзге көрініп әдемі түсу үшін. Оған төсбелгінің көлеміндей етіп домалақ шеңберді сызып аламыз. Және де дәл сондай қылып қара түсті фетрға да шеңберді сызып алып қиып алатын боламыз. Міне екеуін де қиып алдық. Енді осындай жапырақшаның суретін салып аламыз. Жарты бөлігін салған себебіміз екі жағы бірдей болу үшін. Екінші бетін тағы да бастыратын боламыз. Жаңағы шеңберімізді золотистый фоамиранға бастырып алып, соның көлемімен салған суретімізді екі жағын бір-біріне қарама-қарсы етіп ручкамен бастырып шығатын боламыз. Міне осылай бастыратын боламыз. Екінші бетін аударып, екінші бетін де бірге бастырып қиып алатын боламыз. Енді золотистый фоамиранның оң жағына 10 жылдық болса 10 жылдық, 20 жылдық болса 20 жылдық етіп 10-20 деген жазуды жазып алатын боламыз. Міне бағанағы жапырақшамызды осылай қиып алдық. Міне 10 деген цифрымызды да қиып алдық. Енді барлығын құрастыруға көшетін боламыз. Ең алдымен серебристый дөңгелегімізге қара фетрді жабыстырамыз. Бұл артын жабу үшін. Және жаңағы жапырақшамызды золотистый түсті осылай ыстық клейдің көмегімен бетіне жабыстыратын боламыз. Енді сандарымызды жабыстырамыз. Осы айта кететін жайт, өзіңізге ұнаған түсті фоамираннан жасасаңыздар болады. Жасыл, көк, қандай түс оформлениелеріңізге жарасады, соны алсаңыздар болады. Енді кішкене түйреуішімізді алып, кішкене фетрдің қалдығын қиып алып, қара түсті фетрімізге жабыстыратын боламыз. Бұны біз костюмге қадау үшін түйреуіш жабыстыратын боламыз. Кішкене жіңішке лентамызды алып, бантик қылып байлап, өзімізге керек көлемді өлшеп алып, артық жерін қиып тастаймыз. Бұны да ыстық клейдің көмегімен екі жапырақшаның қақ ортасына жабыстыратын боламыз. Және де әдемілік үшін кішкене моншақты жабыстырып жіберсеңіздер болады. Міне бізде осындай әдемі, өте ерекше, жылдырлап көзге бірден түсетін төсбелгі дайын болды. Егер менің видеом ұнаса, комментарий жазып, лайк қойып, қолдап қойыңыздар. Каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, мені қолдап қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет.